жарқын құшар жайғанайын ниетіңе. Всех людей на земле, детей и особенно взрослых, помочь себе и другим в продвижении духовного образования, передать это будущим поколениям. Проснитесь, люди, вспомните, кто вы. Быть человеком – великое достоинство. Эти слова принадлежат дорогому нашему сердцу человеку, создательнице педагогики, любви и творчества Саре Алпысовне Назарбаевой. Сегодня мы с учащимися многопрофильной гимназии номер 41 принимаем челлендж от гимназии номер 40 с поздравлениями с юбилеем для Сары Алпысовны. Дорогая Сара Алпысовна, мы хотим выразить вам огромную благодарность за ваш труд, за ваши идеи и их воплощение, и пожелать вам крепкого здоровья и неиссякаемых творческих сил. Жан жылу шарпқан жанашырым, басын сипап қорғансыз баласының. Бақыты үшін шат ұрған Сара апам, арнаймын бір өзіңе сөз асылым. Елі үшін аларма анатыным, бар бөбегі астында қанатыным, тұра жолға нұсқайды бұл өмірдің, ара жігін бөліп ақ қарасының. Жанарында терең ой бар тұңғиық, басқалардан адамдағы тым биік. Алтын жүрек иегі жүректің, жүректерге көрінбейтін нұр қойып. Өзін өзі тануда, өзін танып, адамдықтың жолымен бағыт алып, Сара апамыз салғандар жолмен келер ұрпақ келеді қанат қағып. Болар елдің бала ой болашағы, ертеңі деп елінің қам жасады. Қалу үшін тарихтар мәңгілер болып есік түзеп берілді жанасы. Есть такой урок самопознания, добрый, замечательный, простой. Отклик он нашел и понимание у ребят с открытой душой. Как найти себя в огромном мире, как узнать хрустальный свой родник, руки распахнуть как можно шире, чтобы солнце луч в меня проник. Жарқын құшар жайғанайын ниетіңе сай болайын, мен сүйген жүрегіңнің бөлінен айналайын, өзіңе